Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ және бір дайындағандан құсайтын бауырсақ дайындайтын боламыз. Оның үшін біздің ыдысымызға бірінші жылы сүт, бір стакан сүт керек болады. Бір стакан сүтті құйып аламыз. Одан соң шекер, 2 қасық шекер керек болады, 2 ложка. Одан соң дрож керек болады, құрғақ, сосын жарты стакан су, сосын 1 стакан ұн қосамыз. Жақсылап араластырып, бәрін жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Сосын жақсылап араластырып болғаннан соң 15 минутқа бетін жауып, танақтырып қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай не қалмау керек. Бетін кез келген пакетпен жаптым. Пакетпен жапқаннан кейін 15 минуттан кейін ашып қарайсыздар. 15 минуттан кейін осылай көтерілер шамал. Сосын жақсылап араластырып көресіздер. Одан соң ішіне сұйық май қосамыз, жарты стакан, тұз, сосын 1 жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Екеуін араластырып болғаннан соң 4 стакан ұн керек болады. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Содан соң ұнды сіздер міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Сонда қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Сосын бәрін қосып жақсылап араластырып қамыр илейміз. Достар, менің каналыма, осы каналымызды дамыту үшін, яғни қазақша канал дамыту үшін өз нелеріңізді комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздерден лайк және комментарий қолдауларыңызды күтемін. Жақсылап қолымызды бәрін, қамырларын қалмай, бәрін жақсылап тазалап, қамырдың, табақтың шетіндегілердің бәрін тазалап, жақсылап қамыр илейміз. Ешқандай не қалмау керек. Сонда қамырыңыз өте жақсы және бауырсағыңыз ісіп және әдемі күшті дәмді болып шығады. Одан соң кішкентай сұйық май қосып жібересіз. Сіздермен қолыма жапса не қылғаннан соң постоянно мен сұйық май қосып, ұн қоспаймын. Ұн көп қоса берсеңіздер қатты не болып қалады. Соның үшін мен сұйық май қостым да. Содан соң жақсылап араластырып қамыр илеп, бетін жауып, көріп тұрсыздар, мен қамырды жақсылап иледім, жұмсақ болып шықты. Жақсылап тазаладым, шеттердің бәрін, еш жерінде қамыр қалмады. Содан соң кішкентай зуала істедім. Одан соң бетін жауып қойдым да, сосын 30 минут, 45 минутқа қойып қойдым. Жақсы жылы жерге қойып қоясыздар, бетін жауып, бала тимейтін жерге. Сосын 30 минуттан соң ашып бетін жауып қоясыздар. Сосын 30 минуттан кейін, мен 30 минутта дайын болды. 30 минуттан кейін бетін ашып, қараңыздар, өте жұмсақ және не болып тұр, күшті болып тұр. Одан соң қамырды алдында мен осыны бір зола, үлкен зола қылып жайдым. Ұн септім, кішігірім, жабысып қалмау үшін. Содан соң жақсылап жайдым. Сосын кейін одан кішкентай зола жасадым да. Зола жасап болғаннан соң жақсылап жайып, өте жұқа және қалың болып қалмау керек. Мен видеода қалай көрсеттім, дәл солай қылып жаясыздар. Мен сосын ары қарай, менің оқтауым шамал үлкен болғандықтан мен қолмен жайып шықтым. Сосын кез келген нәрсемен, мен стакан болды, стаканмен бәрін түйіріп нұмалап тесіп шықтым. Тесіп болғаннан соң бәрін тесіп шықтым да, сосын неге жайып қойдым. Үлкен шашыққа, болмаса келген сүлгіге, көрдіңіздер, соған жауып, бетін жауып қойдым. Хотя бы 1-2 минут, 5 минут тұрса, ісіп шығып, күшті әдемі бауырсақтарыңыз әдемі шығатын болады. Сосын майға, қатты қызып тұрған майға біртін деп салып аласыздар. Өте күшті, қараңыздар, өте әдемі және
ісіп шықты. Сіздерден лайк және комментарий күтетін болам. Қолдауларыңызға алдын ала үлкен рахмет. Сосын келесінде дәл солай бәрін пісіріп шықтым. Өте дәмді және күшті, балаларыма өте ұнады. Сіздерге осы рецептпен бауырсақ істеулеріңізге не